Сәлеметсіздер ме оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы екінші тарау бойынша параграф 6 бас жиынтық және таңдама деген тақырып бойынша 6-та бірінші есептің шығарылуын көрсетейін. Мына жерде бірнеше сандар берілген, қатар берілген. Таңдаманың көлемін, таңдаманың варианталарын таңдар, жиіліктің вариациялық қатарын және салыстырмалы жиіліктің вариациялық қатарын қарастыр дейді. Жерде мен кестені құрып дайындап қойдым. Бірінші вариантасы дейді. Яғни бұл жерде 1, 2, 3 деген сандар кездесіп тұр. Сондықтан 1 болады. 1, 2, 3, 4 және 5 деген сандар берілген. Енді 1 неше рет кездесіп тұр, соны санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1-дің саны 6. Келесі 2 бізде 1, 2, 3, 4. 2-ның саны 4. Енді 3 санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 4-тің саны 1, 2, 3, 4, 5 болады екен. 5-тің саны 1, 2, 3, 4. 5-тің саны 4 болады екен. Енді салыстырмалы жиілікті тау үшін, яғни біздер таңдаманың көлемін тау керек. Таңдаманың көлемі деген сөз ол n-нің мәні, яғни мына жердегі сандарды қосам. 6 қосу 4 қосу 6 қосу 5 қосу 4 барлығын қоссам менде 25 ол таңдама көлемі. Таңдама көлемі. Енді мына жерде салыстырмалы жиілікті тау үшін бізде, яғни мына жиілікті 6-ны бөлем таңдама көлеміне 25-ке бөлем. 4-ті бөлем 25-ке, 6-ны бөлем 25-ке, 5-ті бөлем 25-ке және 4-ті бөлем 25-ке. Мына салыстырмалы жиіліктің вариациялық қатарын құрдық. Есептің жауабы осылай болады екен. Келесі ары қарай. 6-та 2-ның 6-та 2-ші есеп. Мына жерде бірнеше сандар қатар берілген. Таңдаманың көлемін, таңдаманың варианталарын таңдар, жиіліктің вариациялық қатар және салыстырмалы жиіліктің вариациялық қатарын, салыстырмалы жиіліктің пайызбен берілген қатарын құрастырыңдар дейді. Енді бұл жерде қандай сандар берілген біз қарайық. Бұл жерде бізде 4 деген сандар берілген, 5 деген сан берілген, 6, 8 және 6, 8 және 9 деген сандар берілген. 4-тің санын санайық. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4-тің саны бізде 5 екен. 5-тің саны 5, 6-ның саны 3, 8-дің саны 7, 9-дің саны 5 рет кездесіп тұр екен. Енді бұл жерде тағы да таңдаманың көлемі тау үшін енді 5-ті қосам 5-ке, 10-ны қосам 3-ке, 10-ны қосам 7, 10-ны қосам 5, барлығы 25-ке тең болады екен. Салыстырмалы жиілікті тау үшін 5-ті бөлем 25-ке, 5-ті бөлем 25-ке, 3-ті бөлем 25-ке, 7-ні бөлем 25-ке және 5-ті бөлем 25-ке. Енді мұны пайыз түрінде жазу үшін мынаны әрқайсысын 100-ге көбейтем, яғни 5 бөлімде 25-ті мен 100-ге көбейтетін болсам, онда мына екеуі қысқарады, 20% болады. Сөйтіп есеп шығара берем. Менде мынау 20% болады. Мынау да 20%. Мынау 12% болады. 28% болады. Мынау 20% болады екен. Мынау есептің жауабы табылады. Келесі ары қарай. 6-та 3-ші есеп. 6-та 3-ші есеп. 10 сынып оқушыларының 1-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауының нәтижелері кестеде көрсетілген дейді. Нәтижелердің вариациялық қатарын қарастыр және таңдаманың көлемін таңдар, салыстырмалы жиіліктің вариациялық қатарын құрыңдар дейді. Енді мына жерде қандай сандар, қандай бағалар бар? Бізде 2 деген баға бар, 3 деген баға бар, 4 деген баға бар және 5 деген баға бар. Бір граф артық сызып кетті. 2-нің саны бізде неше екен барлығы санап шығайық. Мына жерде санағанда 2-нің саны бізде 3, 3-тің саны 20, 4-тің саны 22 және 5-тің саны 5-ке тең екен. Енді бұның салыстырмалы жиілігін
вариациялық қатар құру үшін 3-ті таңдама көлемін тауып алайық, яғни 3 қосу 20, қосу 22, қосу 5 барлығын қосатын болсам, менде мына бізде 23, 27, 50-ге тең болады. Сонда мынаны табу үшін былай ғой, n иді бізде n-ға бөлеміз ғой. Сонда 3-ті бөлем 50-ге, 20-ны бөлем 50-ге, 22-ні бөлем 50-ге, және 5-ті бөлем 50-ге. Таңдама көлемін таптық, вариациялық қатар құрдық. Салыстырмалы желік мынау ғой, салыстырмалы желік таптық. Соның есептің жауабы осы болып табылады екен.